Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін мен сіздерге білім класста 90-ның соңында пән мұғалімдері журналды қалай жабу керек екендігін көрсететін боламын. Сонымен қатар журналды жаппай тұрып, нені қалай тексеру керек екендігін толық айтатын боламын. Ең алдымен білім классқа өзіңіздің жеке логин пароліңізді кіресіздер. Сол жақ жоғарғы бұрышта менюдің үстінен басамыз. Мониторинг деген таңдауымызға жет болады, және пәндердің қорытылуы. Міне бізде осындай терезе ашылады. Осы жерге назар аударыңыз. жоғарғы жақта 90-дар көрсетілген, кезеңдер көрсетілген. Яғни бұл жерде маңыздысы бірінші кезең дегеніміз бұл біздің ТЖБ, БЖБ тапсыратын пән. Әр 90-да қорытылатын пәндер болып есептеледі. Ал мына жерде екінші кезең дегеніміз бұл жарты жылдықта бір рет қорытылатын пән. Сынып сағаты, көркем еңбек деген сияқты жылда бір рет қорытылатын пәндер көрсетілген. Сіздерге мысал ретінде көрсетейін. 3-90-да бірінші кезең бойынша. Және сізде осындай сыныптар реті ашылып тұрады. Өзіңіздің осы жерде сабақ беретін пәніңізді таңдайсыз. Және осы жерде міне стрелканың үстінен басуымыз қажет болады. Сыныптар көрсетілген. Осы жерде мысал үшін 5-ші В сыныбын алып көрсетейін. Сабағын стрелканың үстінен басамыз. Осы жерде ең алдымен сіздер мынау сабағы өткізілді деген галочкалардың жасыл жанып тұрғандығына баса назар аударуларыңыз қажет болады. Өйткені егер сабақ өткізілді деген басылмайтын болса, онда журналды жауып қойғаннан кейін сіздерге оны өңдеуге, бағаларды өңдеуге, 90-дық бағаларды, формат бағаларды өзгертуге мүмкіндіктеріңіз болмайды. Сондықтан да міндетті түрде мынау сабақ өткізілді деген галочка жасыл болып жанып тұрғанына назар аударыңыздар. Бұл жерде мен БЖБ деген ТЖБ дегеннің галочканың үстінен қоятын болсаңыз, сізге осы БЖБ, ТЖБ балдар көрсетіледі. Осылардың толыққанды оқушыларға қойылғандығына назар аудару қажет болады. Ұсынылған баға мен қорытынды бағалар бір-бірімен сәйкес болу қажет. Мысалы үшін мына жерде ұсынылған баға басқаша, қорытынды бағада басқаша деген болмау қажет. Мұқият барлығын тексеріп өтуіңіз қажет болады. Енді сіздерге журналды жабуды көрсетемін. Мына жерде галочкалардың бәрін тексердіңіз, формативінде бағаларды тексердіңіз, ұсынылған баға мен қорытынды бағаларды тексердіңіз. Мүмкіндігінше барлығын дұрыс қарап шыққандарыңыз дұрыс болады. Өйткені журналды жауып болғаннан кейін сіздерге оны өңдеуге мүмкіндік болмайды. Админге айтып, ол журналды ашып, қайтадан толтырып, қайтадан жабуыңызға тура келеді. Сондықтан да міндетті түрде барлығын тексеріп, қарап шығыңыздар. Одан кейін міне жоғарғы жақта журналды жабу деген батырманы басамыз. Сізден сұрайды, сіз журналды бағалауды аяқтағыңыз келетініне сенімдісіз бе дегенге иә деп жауап береміз. Көріп отқандарыңыздай бағалау сәтті аяқталды деп. Енді біз журналдың дұрыс жабылғандығын қайдан көреміз? Қайтадан біз мониторингке барамыз. Пәндердің қорытылуы дегеннің үстінен басамыз. 5-ші сыныптар бойынша. Міне көріп отырсаңыздар, мынау пәндер бойынша бағалау ашық тұр. Ал математика пәні бойынша бағалау жабық болып тұр. Міне осылай сіздерде әр 90-ның соңында өздеріңіз сабақ беретін пәндердің 90-дық бағалау жұмыстарын осылай аяқтауыңыз қажет болады. Назарларыңызға рахмет. Егер сіздерде қосымша сұрақтар туындайтын болса, комментарийға жазып кетсеңіздер, мен міндетті түрде оқып сіздерге жауап беретін боламын.